Қайырлы күн, құрметті достар. Музей түні акциясы аясында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған көктем арулары атты жеке көрмені арнаймыз. Сәндік қолданбалы шығармашылық адамның тұрмыстық қажеттіліктеріне сәйкес келетін көркем өнер бұйымдарын жасауды қамтитын сәндік өнердің бөлімі. Бүгін біз сіздерді қаланың ең жарқын шеберлерінің бірі Абишева Лариса Владимировнамен таныстырамыз. Абишева Лариса Владимировна Оралда жұмысшылар отбасында дүниеге келген. Екатеринбургтегі мектепті бітіріп, содан кейін Екатеринбургтегі заң институтына оқуға түсіп, заң мамандығы бойынша жұмыс қызмет істейді. Студенттік жылдары өзінің болашақ жары курстасы Дүйсенбай Таханұлы Әбішевпен танысып, отбасын құрып, 3 баланы дүниеге әкеліп, тамаша ұрпақтарына жоғарғы білім беріп, тәрбиелеп өсіреді. Лариса сұхбатта бізге былай айтты: әжем тігінші болды, ал анам тігін фабрикасында жұмыс істеді. Бала кезден тігуді жақсы көрдім, өйткені үйде бәрі тігумен айналысқан. Ларисаның жұмыстарын қарасақ, негізінен моншақтардан жасалған әр түрлі әшекейлер, алқа, сырғалар, моншақтар, жас жұбайларға арналған сыйлық жиынтықтары, оларға арналған кәде сыйлар, ертегілер мен қазақ эпостарынан алынған түрлі эпизодтарды қолданатын балалар көрпелері. Олар атласты ленталармен жасалған. Өнеріне қарасақ, шығармашылығы әр түрлі. Зергерлік бұйымдар, моншақтар, кесте, безендіру, қолдану. Лариса Владимировна сонымен қатар қолданбалы шеберлердің барлық қалалық және облыстық көрмелерінің қатысушы болып табылады. Қала және облыс музейінің дипломдарымен бірнеше рет марапатталған. Құрметті ақжаулық тәжелер, аяулы аналар, гүлде құлпырған қыздар, барлығымыз асыға күткен көктемнің алғашқы күндерімен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келіп жетті. Бұл бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен аналар мен нәзік жанды қыздар қауымының төл мерекесі. Әйел, ана, өмірдің өзегі, тіршіліктің күре тамыры, ыстық ықылас пен тазалықтың қайнары. Осы бір тамаша көктем мерекесі әйелге тәп әдемілік пен нәзіктің мәңгі белгісі сияқты. Көктемнің басымен келетін мерекелік көңіл күй сіздердің шаттықтарыңыз бен жігерлеріңіздің қуат көзіне айналсын. Сіздерге шын жүректен және отбасыларыңызға әрқашан бақыт пен ынтымақ тілейміз.